Сәлем баршаңызға. Бүгін тауық қанаттары немесе куриные крылышки духовке жасаймыз. Құрамы экранда көрсетілгендей, алдымен сатып алынған тауық қанаттарын суландырамыз, яғни разморозить етеміз. Одан кейін жақсылап жуғаннан кейін тақтайымыздың үстіне қойып, керек емес қанаттың ұштарын бөлек кесіп алып тастаймыз. Тауық қанаттарын алдымен маринадтап 2 немесе 3 сағатқа салып, ыдысқа салып, бетін жауып қойып қойсаңыз, сосын кешкі асқа шығарып духовкаға салып алсаңыз, өзінен өзі жаңағы жасалған маринады өзіне сіңдіріп әдемі болып тұрады. Маринадтың барлық согын өзіне сіңіреді. Яғни осы 2 сағат, 3 сағат уақытта жаңағы біздің тауық қанаттары өзіне барлық маринадтағы сокты ішіне сіңіріп алады. Содан кейін ғана например, кешкі асқа духовкаға салып алсаңыз, уже дайын болып шығады. Алдымен тазартылып, жаңағы тауығымыздың қанаттарының ұштарын алып тастағаннан кейін тұзбен тұздайып шығамыз. Бізге 1 ас қасық тұз жетеді. Тауық қанаттың астына және үстінен жақсылап тұрып жағамыз. Одан кейін қара бұрыш алып, жаңағы тауықтың сыртынан және ішінен жағып шығамыз. Достар, декреттегі ананы қолдау мақсатында каналыма подписаться кнопкасын басып, лайк қалдырып кетсеңіздер болады, және комментарий қалдырсаңыздар болады. Одан кейін паприка немесе қызыл бұрышты себуді ұмытпаймыз, өйткені қызыл бұрыш бұл жерде бізге тауық қанаттарына сондай керемет түс береді, және сондай бір иіс, аромат береді. Одан кейін майонезді саламыз. Немесе бөлек ыдысқа соусыңызды, жаңағы маринадыңызды дайындап алсаңыз болады. 2 қасық майонез және жаңағы біздің салған приправаларымыз. Одан кейін томат саламыз. Томатымызбен жаңағы майонезімізді жақсылап араластырамыз. Және сочный дәм беретін чеснок, яғни сарымсақ. Сол сарымсақты салуды ұмытпаймыз. Егер тауық қанаттары сізде 10 шақты немесе 10 шақтыдан көп болып жатса, мысалға қонақ келер алдында, сол кезде 5 штук чеснок сізге жетіп жатыр. Егер одан 10 шақтыдан аз болса, мысалға 8 штук немесе 6 штук деген сияқты, ол кезде сізге бірнеше 2-3 чеснок жетіп жатыр. Майдалап турап араластырып шығамыз, және бір-біріне аунатып осылай жағып шығамыз. Қонақтарға, столыңызға жасайтын болсаңыз, біздің тауықтарымыздың саны мысалға көп болады, 30 штук немесе 20 штук деген сияқты, ол кезде осы соус қалады, осы құрам қалады. Тек қана сарымсақ, яғни чесноктың саны көбейеді. 6 штук немесе 5 штук чеснок 20-30 штук тауық қанаттарына жетіп жатыр. Одан артық қосып керек емес. Осылай крышкасын жауып, маринадта 2-3 сағат ұстаймыз. Максимум ұстайтын уақытымыз біздің 5 сағат. Яғни 5 сағаттан артық уже ұстап керек емес. Барлық осы маринадтың, соустың согын өзіне сіңіреді. Осы уақытқа дейін, например, таңертең жасап тастасаңыз, обедте пісіріп алсаңыз болады, обедте маринад жасасаңыз, кешке уже духовкаңызға салсаңыз болады. Осылай табаға жаңағы фольгамызды немесе бумагамызды осылай салып аламыз. Фольга енді оңайырақ. Одан кейін осылай салып, тауық қанаттарын, қалған соусымызды немесе маринадымызды үстінен жіңішке жұқалап етіп жағып шығамыз. Сонда піскен кезде қызғыш түс беріп, өзінің бір әдемі цветін береді. Сондай сочный цвет шығады. Достар, сіздерден өтініш, мүмкіншіліктеріңіз болса, поделиться кнопкасын басып, WhatsApp чаттардан құрбы құрдастарыңызбен
туған-туысқандарыңызбен бөліссеңіздер болады. Осылай духовкамызға саламыз. 190 градуста 30 минут дайын болады.